Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет және де жедел төлемдер. Егер спорттан хабарларыңыз мол азамат болсаңыз және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Еске салайық, тек осы жазда тегін бонустар мен керемет конкурстар ұйымдастырылады. Бас жүлде су жаңа iPhone XS ұялы телефоны. Жандос промокодын қолданып, жеңімпаз болуға асық. BRICS-Bet сілтемесі төменде. I'm a big girl, baby. Now why you acting so shady lately? You don't need to babysit me. Arigato little. Олар заманауи футболдың дәл қазіргі сәттегі үздік орталық қорғаушылары. Бірінің жасырын талантын Юрген Клоп тауып ашып әлемге танытса, екіншісінің таланты бізге бұрыннан мәлім. Алайда ол әлемдік гранттарды таңдамай, мансабын қарапайым Наполиге өткізуде. Бүгін футбол әлемде ең үздік екі футбол патшалары болса да, тек бір ғана үздік қорғаушы жеңімпаз болу керек деген оймен Ван Дейк пен Кулибали арасындағы батылда кім мықты екенін анықтамақ. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Клубтық деңгейдегі соғылған голдар бойынша есептесек, Ван Дейк мансабының соңғы 5 жылын Ливерпуль мен Саутгемптон сапында өткізді. Осы 5 жылда футболшы 152 ойын өткізіп, 14 голдың авторы атанды. Калиду Кулибали болса, соңғы 5 жылын тек Наполиге арнап, 212 ойында 10 голдың авторы атанды. Екеуіне де гол соғу аса маңызды миссия болмаса да, Ван Дейк шабуылды әлде қайда белсенді. Алғашқы пайды голландиялық центрбек алады. Голдық пастарға келсек, Ван Дейк сол 152 ойында 5 голдық пас жасаса, Кулибали 212 ойында 8 рет ассистент атанды. Ван Дейк әлі 60 матч кем өткізгендіктен лайықты пайын алады. Клубтық жүлделеріне келсек, Калиду Кулибали әзірге тек Бельгия кубогымен және Италия суперкубогымен ғана мақтан алады. Ал Ван Дейк Селтик сапында 2 Шотландия чемпионаты мен кубогын ұтып, Ливерпульмен осы маусымда ең басты еуропалық турнирді бағындырды. Вирджилға тағы бір ұпай. Ұлттық құрама сапындағы статистикаға келсек, Ван Дейк Голландия құрамасының сапында 17 матч өткізіп, 3 голдың авторы атанды. Кулибали Сенегал ұлттық құрамасының сапында 18 матч өткізсе де, бірде-бір гол соқпады. Есеп 4-0. Ван Дейк бүгін қарсыласын ойсырата жеңуде. Жеке жүлделеріне келсек, Калиду 2016 жылы Африка футбол конфедерациясының құрамасының мүшесі атанды. Серияның жыл құрамасына 2 рет енді. Ал Ван Дейкке келсек, Вирджил Селтикте, Саутгемптонда, тіпті Ливерпульде кем дегенде бір мәрте клубтың жыл футболшысы атанды. Бұдан бөлек Африка футбол конфедерациясынан, УЕФАның, АПЛ-дан және де 2 мәрте Чемпиондар лигасының символикалық құрамына кірді. Ван Дейк лайықты пайын алады. Қорғаушыларға аса маңызды допты тартып алу көрсеткіші бойынша әрине Кулибали жеңімпаз. Сенегалдық қорғаушының допты тартып алу көрсеткіші 2-2-ні құраса, Ван Дейктікі 2 есе төмендеу. Калиду алғашқы пайын алады. Әуедегі допқа талас көрсеткіштеріне келсек, Ван Дейк Кулибалиге қарағанда 2 есе көп таласқа түседі. Орта есеппен Ван Дейк 6-да 1 мәрте әуедегі допқа таластан 71%-ында жеңіп шығады. Кулибалиге әуедегі дуэлдер 2 есе кем болса да, пайыздық көрсеткіштер сонда да тең. Бұл категория бойынша алғашқы теңдік. Жылдамдыққа келсек, футболшылардың екеуі де өте жылдам шапшаң ойыншылар. Максималдық жылдамдықтары нақты белгісіз болса да, FIFA мен PES симуляторы жылдамдықтағы басымдылықты Кулибалиге берген екен. Калиду лайықты пайын алады. Танымал трансфер-маркет сайты Калиду Кулибалиді 75 миллион еуроға бағалап отырса, Ван Дейктің құны 90 миллионды құрайды. Голландиялық центрбекке лайықты пай. Инстаграм желісіндегі танымалдылық бойынша тағы Ван Дейк жеңімпаз. Вирджилдің тіркелуші аудиториясы 4,5 миллионды құраса, Кулибалидің тіркелушілері 1 миллионнан кейінде ғана асты. FIFA 19 симуляторы Ван Дейкке 85 ұпай берсе, Калиду Кулибалиге 87 ұпай берген екен. Сенегалдық центрбек лайықты пайын алады.
Do'stlar, bugungi battle'ning jeng'ipozi Virgil van Dijk atandi. O'yinchilardan ikkovi deyarli biri 27 yoshda. So'ndықтан егер Kulibali top klubga o'satib bo'lsa, comeback жасайтын vaqti yetarli. Kelesida qanday futbolchilarni solishtiramiz? Kommentariyaga usunistlaringiz bilan fikrlaringizni yozuvni unutmangizlar. Kelesida кездескенше do'stlar, futbol birinchi o'rinda.